тағамның түрі құрт. Ата-бабаларымызды аштық кезінде аштықтан аман қылдып қалдырған құнарлы, пайдалы бір тағам түрі. Бұл тағамның жасалуын біреулер білсе, біреулер білмей жатады. Қызылжар өңірі Қазақ Түрік лицейі ас болсын бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Сұлушаш апай. Қош келдіңіз, Сұлушаш апай. Қош көрдік қыздар, сәлематсыздар. Бүгін сіздерге міне қалай сүзбенің жасалатынын көрсетейін. Бұрын біздің ата-бабаларымыз ешқашанда сүтті төкпеген, еш нәрсені сұрап қылмаған. Сүт үріп кетсе, оны кастрөлге құйып бір қайнатып алып, одан сүзбе жасаған. Ол сүзбеден құрт та жасайтын болған. Сол тағамдарды таң ата келе жейтін. Денсаулыққа өте пайдалы бұл тағам. Мынау ашыған сүтіміз. Ал қыздар, мен сіздерге сүзбе жасауды көрсетіп жіберейін. Сүтті құямыз кастрөлге. Сосын оны араластырамыз сары су шыққанға дейін. Сары су шыққаннан кейін оны сүзбемен сүзіп аламыз. Ірімшіктен құрт жасаймыз. Сары су шыққан сүзбені біз қазір мынау сүзгіштен сүзіп аламыз. Сары су шықты, енді сүзгіш арқылы осыны сүзіп аламыз. Енді абайлап осы сүзгіштен сүзбемізді жасадық. Бағзы заманда біздің әжелеріміз сары суды да сыраф етпеген. Одан нан илеп, бауырсақ пісірген. Одан қалды немерелерінің, қыздарының шашын жуған. Одан сары сумен жуған шаш қатты болып өседі. Қазіргі кезде жастар бальзамды қолданады ғой. Сол сияқты біздің әжелерімізді сары судан қыздарының шашын жуып, бальзам ретінде пайдаланған. Міне осы сүзбемізге бір қасық қант қосып жіберсек те болады. Арасына мейіз де қоссақ болады. Таңертеңгі асымыздың алдында осы сүзбенен жеп алсаңыз таптырмайтын тағам бұл. Денсаулыққа да өте пайдалы тағам. Енді мынау қалған сүзбемізге кішкене тұз қосып, осыдан құрт жасаймыз, қыздарым. Бұрынғы ашаршылық заманымызда осы құрт бізге қанша әл күш берген. Аштық кезінде адамдар аузына салып жүріп, содан аман қалған аштықтан. Бұл өте пайдалы денсаулыққа тағам. Енді осыдан құрт жасаймыз қалған деген қыздарым. Бетіп Міне құртымыз енді дайын болды. Бұны кептіріп жесек те болады. Бәріңізге астарыңыз дәмді болсын дейін.